Қазақ радиосында жанды дауыста жұлдызбен бірге ән салайық. Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдарман. Қазақ радиосының тікелей толқынында ән салайық бағдарламасы әдеттегідей сейсенбінің кешінде сіздерге 1 сағат көлемінде жанды дауыста тамаша ән кешін сыйлаймыз. Ал микрофон алдында мен Ертас Жақпай және де әріптесім Айгерім Оралбек қызы. Арнамызға енді ғана қосылған барша тыңдармандарымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Жанды дауыста 1 сағат аясында әдемі ән тыңдаймын десеңіздер, Қазақ радиосы қосулы болсын. Ал біздің тікелей толқынның нөмірі 75-72-75. Егерде біздің бүгінгі қонағымызға сауал жолдаймын десеңіздер, осы нөмір бойынша хабарласа аласыздар. Астана қаласының коды 717. 2 WhatsApp желісіндегі нөміріміз 8-700-755-33-55. Сонымен қатар Instagram желісінде де тікелей толқында отырған жайымыз бар. Ал бүгінгі қонағымыз тамаша әнші, композитор Асқар Жайлаубаев бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіз, Асеке. Ассалаумалейкум. Көңіл күй қалай жалпы? Керемет. Көңіл күй әдемі. Жанды дауыста 1 сағат аясында әдемі ән шырқауға дайынбыз ғой. Алла қаласа. Енді осы тамаша көңіл күйді тыңдаушыларға да таратасыз деген ойдамыз. Барша Қазақстан осынау сіздегі көңіл күйді алсын деп тілейміз. Енді өзіңіз жақында ғана гастрольдік сапардан келді деп естідік. Естігенде Инстаграмнан көрдік, былайша айтқан кезде шыны керек қой. Жалпы әр досым, әр ағам, өнердегі ағам Бауыржан Исаевпен Атырау, Тараз, Алла қаласа Қызылорда, Шымқалаға кеткелі жатырмыз сапарға. Бауыржан Исаевпен бірге. Әдемі гастрольдік сапар болатынына сенімдісіз ғой. Бір ақпарат көздерінен Ертас білуімше Бауыржан Исаевтың бір шығармашылық кешінде 9 адам ғана жиналды деген сондай ақпарат естіген болатынбыз. Бұл қаншалықты рас? Ол кезде сізде болдыңыз ол жақта. Қалай болды? Кімдер? 9 адам, таныстар, таныс жігіттер, сыныптастар, достар. 9 адамды танымаймыз негізінде. Жалпы 9-да билет сатып алған. 9-да билет сатып алған. Содан кейін мен бәкең айтым, бәке, мүмкін кішкене концертті қысқартамыз дедім. 5-6 әнді алып тастап. Сонымен Асқар, бұлар оған кінәлі емес олар. Бұлар оған кінәлі емес 9 адам келуіне. Полный барлық концертті, барлық әндерді орындаймыз дедік. Орындап шықтық. 9 адамның қошеметі. Қысқарту, онда ештеңе болған жоқ. Полный 2 сағат концерт бердік. Сондықтан қанша адам болса да, бұл да бір көрерменді сыйлау деп аталады. Кейде бір әлгі жартысы толмай қалып жатса, ой деп кейбіреулер мысалға жарнама онша болған жоқ. Жарнама онша болған жоқ. Жалпы Асқар Жайлаубаев пен Бауыржан Исаевтың өз жарнамасы көп жоқ қой. Инстаграмда да көп көре бермейміз, немесе клиптарда көп түсіріле бермейді дегендей қазіргі әншілер сияқты. Немесе жаңағы әртүрлі қазіргі кезде хайптар жасалады ғой жаңағы. Асқар Жайлаубаев пен Бауыржан Исаев төбелесіп қалыпты деген сияқты нәрселер жасалмағаннан кейін шығар. Осыған қалай қарайсыз? Жасауға жалпы осындай қара пиарды. Қара пиарды негізінде сөзін шыны керек, маған ұнамайды онда қара пиар, мынау. Маған кәдімгідей өзім еңбегімен 9 адам болса да өз еңбегімен. Қара пиар барлық адам сыйлады оны. Жақсы, енді Асқар, алғаш жазған әніңізге тоқталайықшы. Ән айту қашан басталды, жалпы өнерге қалай келдіңіз? Өнерге мен жанұям алыс емес, ата-анам да ән айтқан, әкем кәдімгідей осындай вия ансамбльде ударинг ойнаған. Сонда бір күні бір қызық айтып кетейін, енді ол кезде енді үйленген, сонымен диван жоқ, бесік жоқ ол кезде. Сонымен барабанның андай домалығы бар ғой, бочка тұратын жер. Сол астында жастық тұрады. Постоянно әрдайым мамам ұйықтаған кезде мені сол жерге қойып кетеді екен да. Яғни барабанның ішінде өскенсіз. Енді бізде бүгін Казбендтің жігіттерінде ондай барабан жоқ. Бұл электро барабанның үстінде ұйықтай да алмайсыз. Әкелерім келіпті да, папам, әкем, достарымен келіп тық деп ойнай берген ғой. Ішінде жатырсыз. Ішінде жатырмын астында. Ана жерде оянбағым мен, ұйықтап жата бергем. Сосын біткен екен барып көрген ғой. Сондықтан өзімнің бәлкім сол кезде алғаш музыка құлағыңызға жақсылап құйылған шығар. Мүмкін. Содан бала кезден сыныпта оқып жүргенде барлық концерттерге қатысып, 9 сыныпта мәдениет сарайында жұмыс істеп, 9 сыныптан кейін саз колледж, музыкальный саз колледжге түстім, хор дирижеріне. Содан кейін эстрадный вокалға түстім, Шымқалада.
соны бітірдім. Ал алғаш ән қашан жазылды? Алғашқы ән Лесбек Аманов деген ағамыз бар. Соның өзімнің жерлес ағам осы былтыр ғана өмірден қайтып кетті. Соның Қасқалдақ деген ән айтып шыққам. Қара бауыр қасқалдақ деген. Жоқ, өзіңіз жазған ән, композитор өзімнің ба? ретінде. Иә. Мәсе Қасқалдақтың авторы басқа сияқты еді деп. Өзімнің алғашқы жазған әнім Өмір жалған деген ән. Жалпы әншерге беріп кәдімгідей бейбіт Қанша жаста? Осыдан 5 жыл бұрын. 5 жыл. Жалпы негізінде 11 сыныптан ән жазып жүрдім. Содан кейін о әнді мен көңіліме толмады, серьезно қабылдаған жоқпын. Өңделген жалпы әншілер айтқан алғашқы әніңіз сол Өмір жалған әні, иә? Бірақ енді біздің хабардың дәстүрі бойынша біз әншілер келген кезде міндетті түрде халық әнін сұраймыз. Енді халық әнсіз хабарымыз басталмайды деп айтсақ та болады. Сондықтан өзіңізден бүгін халық әнін сұраймыз. Тыңдаушыларымыз да күтіп отырған шығар. Қашан ән айтады бұлар, қашан сұхбаттасады деп. Халық әні қандай? Бір бала сондай әндер айтуға болар еді, негізі оңай. Енді анда-санда айтылатын екеуің ой дейтін халық әні. Қабылдаңыздар, халық әні. Халық әні екеуің ай орындайтын Асқар Жайлаубаев, сүйемелдейтін Казбенд тобы Қазақ радиосының тікелей толқынында жанды дауыста ән салайық бағдарламасында біздің толқыннан алыстамаймыз. Ендеше сылдыр үзбей ахоу, сылдыр үзбей екеуің ай. Қасыңа біз келгенде білдіңіз бей осынау ауылыңнан ахоу, келіп тұрғым екеуін ай. Етесің қандай сүйді енді бізге ай. Етесің қандай сүйді енді бізге ендеше қорғайды ахоу, қорғайды екеуің ай. Қорғай отқа салса уылдайды енсізді көргенім жоқ ахоу, естуім бар екеуің сыртыңнан көрген жандар шуылдайды ай. Сыртыңнан көрген жандар шуылдайды екі өмір бұл өмірге бұйырмайды Асқар Жайлаубаев екеуін ай деп ән салайық бағдарламасын осылай тамаша халық әнінен бастаған болатын. Енді халық әні ұмытылмайтыны белгілі. Сонымен қатар енді Абай атамыздың әндерінен бастап сол Біржан Сал, Ақан Сері болсын, Нұрғиса Тілендиев, Әбілахат Еспаев дейміз, Шәмші Қалдаяқов, олардың әндері ұмытылмайтыны белгілі. Ал қазіргі кезде қандай әндер есте қалады деп ойлайсыз? Болашақта біздің немере шөберелеріміз қандай әнді айтып жүреді деп ойлайсыз? Қазіргі хит әндер кейін айтылатын әндер деп айта аламыз ба? Негізінде қазір барлығы бір сөздер андай болып кетті ғой, бір-бірімен жеңіл болып кетті. Сөзін шыны керек, мен өзім бала кезден 5-ші сыныптан Жұбаныш Жексенұлын тыңдаған әншімін мен. Сол кісіге еліктеп, сосын ол кісімен кездесіп, әлге дейін өнерде, өмірде араласып тұрамыз, жанұямызбен араласып тұрамыз. Олар маған Жұбекең өнерде сілтеме көрсетеді, мына әнді айт, былай жаса, былай айт деп өзінің ақылдарын айтып отырады.
әлге дейін ән жазсам жіберіп отырамын, осыны ән жаздым, мынандай ән жазайын деп отырмын деп ақылдасып. Жалпы негізінде өздеріңізді байқап отқан шығарсыздар, мен лирик, менде шын айтсам бір тойдың 1-2 әні бар, оны тойда ғана айтамын, былай мен айтпаймын. Оны да таманалардың сұрау бойынша жаздырдым. Былай негізінде тойда менің тақырыбым тек столдағы әні. Шәмшінің әндері, лирикалық ән. Менде сондай әндер. Жалпы негізінде қазір көйіп кетті әндер. Жалпы өзім жақында ғана бір Шәмші Қалдаяқовтың қайдан келген білмеймін, бір кітабын тауып алдым. 15 әні бар екен айтылмаған нотасымен. Алла қаласа сол әндерге кірісемін, Алла қаласа. Жақсы, Асқар, енді өз әндеріңіздің ішінен қай әнді ерекше деп айтар едіңіз? Өзіңіздің жүрегіңізге жақын? Жүрегіме жақын, мысалы тарихпен шыққан әндер, анаңа қоңырау шалдың ба деген әнді қазір Райым Уайсонда орындап жүр. Заман тобы орындап жүр, қазір қарттар мұңы деген. Ол тарихта кәдімгідей қарттар үйіне барып, апамның көз жасын, атамның көз жасын көріп шыққан әндер. Жалпы жаңа анаңа қоңырау шалдың ба деген әнде кәдімгі тарихта, кәдімгідей өзімнің досым анасымен 9 жыл ұрсып қалған, бармайды, сонымен бір күн жылап келген, анам сағындым, бірақ бара алмайды. Соған арнап анаңа қоңырау шалдың ба деген әнді жазып, ол әнді естіген екен, ол досым бір өзі машинамен анасына барып табысып, ол әннің, білмеймін, енді сол әннің құдіреті шығар, енді маған бір 50 десем қателеспеймін, 50 таспа келді. Бауырым, рахмет, осы әнді естіп, Райым Уайсқа да 30-40 келген. Жалпы сондай әндер. Яғни жүрегіңізді қозғаған оқиға болса, соған байланысты шығарасыз. Ал тапсырыс бойынша шығатын әндер бола ма? Тапсырыс бойынша мысалға келеді, маған қазір тойда хит болып жатқан мынау әнге ұқсайтын ән жазып бер деген сияқты, мысалы көп сұраулар, ондайлар. Ондай әндер келді тойға, қыз өрік туралы, чип-чип. Сосын ол мен айтам, мен өзім Асқаттың өзін сыйлаймын, бірақ чип-чипті тыңдамаймын. Бауырым, мен ондай ән, білмеймін, өзім Шымкенттен шықсам да, мен ондай шымкентский өлең жазамайды екенмін, шынымды айтсам. Мен де білмеймін, өзімді қанымда солай шығар. Енді Шымкенттен Шәмшіде шыққан Шәмшінің. Сол кісі сияқты лирик болған жармын. Ұқсаған шығарсыз. Бәрекелді, бізге де ұнайтын әндер осындай. Жалпы қазақ спорты, экспо дейтін әндерді тапсырыс бойынша жаздырған. Жоғарыдан экспо туралы ән керек деген кезде, сол қазақ спорты былтырғы олимпиада чемпионында сол әндерді жазған. Жалпы енді спорт бізде көп қозғалмайтын тақырыптардың бірі ғой. Енді чип-чип зың-зыңды тыңдамайық. Қазір Асқардың орындауындағы әдемі ән. Анаға апарар жол деген тағы бір әніңіз. Анаға апарар жол деген ол киноға қатысы бар ма? Бар. Мен жақында ғана осы айтылмаған бір 4-5 әлі әншілер орындаламай шыққан, әлі шықпаған әндерді орындаймын. Жалпы Анаға апарар жол деген Әділ бауырымыз осындай ұсыныс жасаған. Сол кісіге арнап жақында бейнебаян түседі. Сол әнден, сол киноның әлі клипке неге бермей жатқан сол. Бірақ бұл бірінші рет сіз бүгін біздің студиямызда орындайын деп отырсыз. Бұрын соңды ешбір жерде орындалмаған, болашақта барлық телеарналардан, радиолардан тыңдай аласыздар, бірақ енді алғашқы болып қазақ радиосынан Әділден бұрын мен енді. Тұсаукесер яғни бізде бүгін. Ал тыңдайық. Бәрекелді. Асқар Жайлаубаев дәл қазір Анаға апарар жол. Жол жазық далам, жол жарық қалам, жол аттанарда жан анамды алып қалған, зор асқақ арман, зол сақта қалған, жол жан анамның жүрегінен бастау алған, балдырған күн сан тағдырлар мұң, мен қия алмай оны жол қалдырған мұң, жол бағыт берді
жан анама мені жол алып келді. Бір ұлы күш бар, мың құбылыс бар, жол жеткізгенше жүз құбылған бұрылыс бар. Шақ елең алаң, көнеді адам, күт үміт үзбе, мен бір күні келем анам. Сол жылдардың сан тоңдырғаны, бала шақ қалдың, қош қол бұлғадым. Бақ мекеніме жол жетемін бе, жар жаратқан болшы жол жетегінде. Балдырған күн сан тағдырлармын, мен қия алмай оны жол қалдырғанмын. Жол бағыт берді, жол жарық берді, жан анама мені жол алып келді. Жанынан алақанды мәпеледі, жолында қайғы мұңды көтереді. Жүректің жолы менен жүре берсең, анаңның бауырына әкеледі. Бәрекелді, тамаша. Сөз жоқ, барша аналардың құрметіне, аналарды өткен мейраммен аруларды тағы да бір құттықтаймыз. Бұл тамаша анаға апарар жолды орындаған Асқар Жайлаубаев болатын. Бұл ән салайық бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқындамыз. Құрметті тыңдаушы, естеріңізге салып өтейік, біздің тікелей толқынның нөмірі 71-72-75-72-75. Хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Және де біз әлеуметтік желіде дәл қазір Инстаграм парақшамызда тікелей эфирдеміз. Естеріңізге сала кетейік. Енді Асеге, жалпы негізі әннің негізгі мақсаты не деп ойлайсыз? Қазір енді біз көбіне билету деп есептеп бара жатқан адамдар көп, мысалы. Әннің негізгі мақсаты билету деп қараймыз. Өйткені той болсын, қайда барсақ та билейміз. Ол жақсы ән екен деп билейтін ән болса жақсы, соны тыңдаймыз. Жаңа айтқан сол әннің арқасы да ойлаймын. Мысалы, жалпы осы бала кезде осы мен қазақпын, мың өліп мың тірілген деген ең соңғы жаттаған біз шығармыз мектепте. Қазір де мысалы біледі ғой. Жалпы сол әнді қазір Ерболат Құдайбергем соған ән жазып, қазір бүкіл қазақ біледі сол әнді. Сол әннің құдіреті білеймін бірінші. Әннің арқасында. Әннің арқасында. Өйткені оның әннің арқасында жаттауға оңай болды. Мынандай балаға дейін біледі ол әнді. Жалпы ән халыққа жете білсе, сол әннің бақыты сол ғой. Жалпы ол тойдың әні. Ондай әндер де керек әрине. Асқар, енді жақсы, өзіңіз басында айтып қалдыңыз, мен тойға шыққанда 2 ғана әнім бар орындайтын деп. Тойдың әні. Қазір енді айтып жатады, эстрадада той бизнес, шоу бизнес деп. Тойға қаншалықты шығасыз, қаншалықты шақырады? Жалпы негізінде тойға енді біреулер сияқты күнде емес енді. Жұмасына 2 рет өзімнің бір тыңдарман, көбінесе негізі юбилей, сондай кісілерге шығамын мен. Үлкен жоғарғы ағаларымызға да сондай жерлерге шығамын негізінде. 2 ән ақша табатын ән. Жоқ, ол 2 ән билететін ән бар ма дегенді айтам, былай айтпаймын ол әнді. Жалпы негізінде ол Шәмшінің, Әсет Бесеуов, Нұрғиса Тілендиевтің әндерін, жалпы халық әндерін
орындағанды жақсы көресіз. Орындағанды. Ал енді осынау әндеріңіздің ішінде көбін жаңағы басқада әріптестеріңізге бересіз, былайша айтқанда, иә? Өзіңізге аласыз. Осыларды қалай реттейсіз? Мысалға іріктегенде мынау ән жақсы, осыны өзім айтам. Мына әндер ұнамайды маған. Бұларды басқаларға беремін бе, әлде қалай? Жалпы негізінде ән шыққан кезде, бірінші шығып бітірген кезде ән өзі көрінеді. Жалпы өздері ұсыныс жасайтындар бар. Ұсыныс жасаған кезде, мысалы, сол кісінің 4-5 ән тыңдап, қандай әндер орындайды, қандай деген сияқты. Диапазон қандай, жалпы ұсыныс жасағандарға. Бұлай өзімен шыққан әндерге айтып тұрғанда, жалпы өзінің даусың соған кетіп қалады, сол кісінің әншінің. Содан әншіге бересің, тура айтып. Яғни әннің табиғаты мен әншінің табиғаты келіп тұрса, ол әнді өзім орындаймын деп алмайсыз. Аллаға шүкір, осы уақытқа дейін қателескен емеспін берген әншіме. Жақсы, енді Асқар, өзіңіз айтқан болатынсыз, өмір жалған әні бұл ең алғашқы жазылған әндерімнің бірі деп, иә? Осы әнге қазір тоқталсақ, осы әнді шырқасақ. Бұл әнді жалпы негізінде осы әнді Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың сөзін тауып алдым. Маған сөзі қатты ұнады, мағыналы, қазіргі заманға сай. Кейбір сырттан, шеттен кеткен ағаларымыз бар, бауырларымыз бар, соларға арналған ән өте керемет. Содан өзім пианомен отырып, сол әнді шығардым. Сосын Бейбіт Қошқалиевке ұсындым осы әнді. Ол кісі қазір орындап жүр осы әнді. Бірақ бүгін Асқар Жайлаубаевтың өзінің орындауында тыңдаймыз. Өмір жалған. Дәл қазір ән салайық бағдарламасында, Қазақ радиосында. Бұл сөзіме сенсең де, сенбесең де, аз күндік біз пәниде, мен де сен де. Байлық өмір болмайды, қалар бәрі. Босағаңды алтынмен зерлесең де, байлық өмір болмайды, қалар бәрі. Босағаңды алтынмен зерлесең де, өмір жылдар өтіп нұртайып жанардағы, сарқылады адамның бар арманы. Көздің құрты дүние маңсаппен дақ, күнің бітсе артыңда қалар бәрі. Көздің құрты дүние маңсаппен дақ, күнің бітсе артыңда қалар бәрі. Өмір жалған, өмір жалған. Тіршілікте көңіл құз сонарлайды, заман түлкі адамды сол алдайды. Бәрінен де амандық достар қымбат, таудай алтын ол өмір бола алмайды. Бәрінен де адамдық қымбат достар, таудай алтын ол өмір бола алмайды. Өмір жалған, өмір жалған.
жалған Асқар Жайлаубаев қазақ радиосының тікелей толқынында барша тыңдаушыларымызды бүгін тамаша ойға салып жатқан жайымыз бар. Енді әндеріңіздің көпшілігі әлеуметтік мәселелерге байланыстырылған, жасалған. Солардың бірі қарттар мұңы деп айтамыз. Енді әлеуметтік мәселелер көбіне жаңағы қаражатқа келіп тіреледі деп жатамыз, заманның ағымына сай. Бірақ енді қаражатқа тірелмейтін мәселелердің бірі ол қарттар үйі мәселесі. Мысалы, қарттарды өз үйінде асырауға мысалға шамасы жететін балалары тапсырып жатады. Әйелінің қорқатын деп айтыңыз. Олай да бар, енді әртүрлі жағдайлар болып жатады. Тіпті жаңағы лауазымды адамдар да қарттар үйіне тапсырыпты дегенді естиміз. Осымен қалай күреспек керек, сіздің ойыңызды білсек? Жалпы негізінде қарттар үйіндегі ата-аналар барлығы жағдайы жақсы семьядан шыққан, жанұядан шыққан. Байқаған. Өйткені мен барғанда киімдерінен байқауға болады қарттар үйінде. Бір апамыз маған концерт болды. Ибраги Бескендер бауырымыз екеуміз концерт бердік. Сол кезде бар концерт беріп, Айбек Бекбосын деген бауырымыз бар, досымыз, үшеуміз концерт берген кезде бір апамыз маған ақша беріп отыр. Маған пенсияға ақша түседі екен. Балам, мен сенің өнеріңе ризамын, мына ақшаны бала шағаңа жарат. Менде қазір немерем бар, бірақ беретін немерем жоқ қазір. Мына ақша қазір маған керек емес мына жерде деп маған беріп отыр. Сосын мен ол жерден ақшадан бас тартып, апа, оны етеңіз жоқ, рахмет ниетіңізге, бірақ маған керек емес. Сонда жаңа апамның көз жасы. Жалпы қарттар үйіндегі апа-аталар, олар бәрін жағдайы жақсы семьядан шыққан. Кезінде депутат болғандар да бар, директор болғандар да бар кезінде. Кәдімгідей үлкен лауазымда жұмыс істеген кісілер де бар. Енді бір жағынан тәрбие ғой бұл енді. Баласына солай тәрбие берді. Енді санаторияда 80%-ын санаторияда апарып тастаған екен. Асқар, қаншалықты жиі барасыз сіз қайырымдылық кештеріне, қарттар үйіне? Негізінде шақырған жерден, қайырымдылық кешке шақырған жерден қалмаймын. Жетімдер үйіне барамыз, балалар үйіне барамыз, қарттар үйіне барамыз. Жалпы мен одан қашпаймын. Әрдайым дайынмын. Жаңа бәрі тәрбиеден деп жатырмыз ғой енді. Ән де тәрбие құралының бірі екені сөзсіз. Сондықтан біздің бүгінгі орындалып жатқан әндер де тәрбиелік мәні өте зор. Алдағы уақытта да Асқар Жайлаубаевты интернеттің желісінен таба алады ғой әндеріңіз. Әлде интернетте де жоқ? Жалпы бұл әнді негізінде қазір мен орындамаймын. Бұл әнді Заман тобы орындайды. Қарттар мұңы деген әнді Заман тобы орындайды. Бірақ енді бүгін эксклюзив болып жатыр бізде. Асқар Жайлаубаев автор өзі орындап жатыр. Ендеше қазір осы әнге кезек берсек, әннің алдында енді сіздің әндеріңіз өзі өлеңге сұранып тұрады екен. Мен бір өлеңмен бастасам, сіз ар әнмен жалғап кетсеңіз. Осындай бір кішігірім спектакль жасасақ. Жақсы, ендеше қазір Зәмзагүл Уәлиханқызы бізге әдемі әуен береді. Барша қарттарымызды, енді ата-анасын, ауылда жүрген қаншама қазақ қалада жүр, ауылдағы ата-аналарымызды еске түсірейік. Ақиқатты айқындап жариялар, бара жатыр азайып қариялар. Дауыл тұрса бүлк етіп толқымайтын бара жатыр сарқылып дариялар. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне бірі күтіп әнекей жағада тұр. Ақыл айтып жүрмесе қасымызда, сонда орнайды жетімдік басымызға. Жалаңашқа шекпенін шешіп беріп, бір гүлшесін бөліскен ашымызға. Арсыз күлкің, тыйылмас жылауың да, айтысың да басылмас, ылаңың да, араздасып ағайын кетіреді, бір қария болмаса, бір ауылда. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр, бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнекей жағада тұр. Бұл неткен шерлі жер еді, ел мұнда неге келеді? Жеткізген әке анасын қалайша қиып береді? Ұлы мен қызын өсірген, күндерден күнге
көшірген, қарттардың қайран көз жасы кететін емес есімнен, кететін емес есімнен. Бір сәуле шашып таң атқан, үміті күндер санатқан, жалғызын күтіп қарт отыр, жанарын алмай сағаттан. Ұлы мен қызын өсірген, күндерден күнге көшірген, қарттардың қайран көз жасы кететін емес есімнен, кететін емес есімнен. Әкең мен сенің жананнан, бақытын күтер баладан, көздері барда аяла, шығармай мұны санадан. Ұлы мен қызын өсірген, күндерден күнге көшірген, қарттардың қайран көз жасы кететін емес есімнен, кететін емес есімнен. Асқар Жайлаубаев ән салайық бағдарламасында. Құрметті радио тыңдаушы, бізге егер қоңырау шаламын десеңіздер 75-72-75 нөміріне хабарласа аласыздар. Біз бір әннен кейін жекпе-жек радио ойынын ойнаймыз. Асқар Жайлаубаевқа қарсы ойнаймын десеңіздер хабарласыңыздар. Біздің тікелей толқынның нөмірін тағы да бір қайталап өтейін, жазып үлгермей қалған жандар болса 75-72-75. Астана қаласының коды 717-2. Бүгінгі бағдарламамыз бір ерекше өтуде, себебі Асқардың әндерінің барлығы жүрегімізге жақын және ең басы санамызға ой салатын әндер екен. Сіздің де түпкілікті мақсатыңыз сол секілді, тыңдарманға ой салу, Асқар. Әрине, сол тыңдарманға ой салу, ол билете беру мақсат емес. Жалпы ой салып. Ал неге клиптар түсірілмей жатыр? Осы мәселеге келейікші. Енді әндер шығады, интернетте жүреді, бірақ дегенмен теледидарда айналмаса клиптар, Жалпы негізінде көбінесе өзімнің жұбайыммен ақылдасып отырамын. Бірінші менің тыңдарманым сол ән шықса, осында ән шықты, осыған берейін деп отырмын. Көркемдік кеңес бар еді. Көркемдік кеңес бар, сөзге қарайды, өздеріңіз әріптестеріңіз. Жалпы барлық әншілерге ән жаза беріп, өзімнің бір әндерін қайсысы Асқар деген кезде өзім бір екі-үш әнім бар екен ше, мынау деп көрсететін. Сосын барып өзім жұбайым айтады, бәріңге жаза бергенше өзіңе де жазсайшы, бейнебаян түсір деп ше. Мен анау несіне кіріп кеткенмін ғой, ана орындап жүр, мына орындап жүр. Басқалардың репертуарын ойлап жүрсіз. Мен әнім Роза Рымбаева орындайын деп жүр, ана орындайын деп жүр. Сол сияқты солай кіріп кеткенмін ғой темаға. Сосын барып қазір өзімнің жалпы осы қазіргі айтайын жатқан әнімді алдағы уақытта бейнебаян түсірейін деп жатырмын. Жалпы өзімнің өмірімде өткен солай қалып бір оқиғамен байланыстырып, яғни өмірде болған деп жазылатын клиптардың бірі. Бұл ән енді өзімнің жанұяммен бір дәмханаға кіріп келе жатқан кезде, баламмен қол ұстасып, сонда бұрынғы махаббат дейді ғой енді, бұрынғы қызым алдымнан шығып қалды. Ол шығып бара жатыр екен, мен кіріп бара жатыр екенмін. Былай кірдік мен бала шағыммен. Үйде жеңгеміз бәрін біледі ғой, қиналып қалып жүрмеңіз хабардан кейін. Сол кіріп барып отырдым, содан кейін ол шығып баратқан, содан кейін барып ол айналып қайтып келді сол жерге. Ол былай бізге бір несін зиянын келтірген жоқ, бірақ бізге қарап отырды. Сонда сол кісіге қарап отырып, көзбен көз ағытысып отырып, сонда осындай ән жазам мен, сөздері осындай болса екен, міне деп. Ол қызда енді жалпы әлі ән шыққан жоқ әлі. Жалпы Алла қаласа шығады. Осыған бейнебаян.
осылай қылып түсіремін деп отырмын бүгін бар. Бір айтулы оқиға, айтулы бір айтулы болғанда ерекше оқиға болып ерекше махаббат, жүрегіңізде қалған махаббат сол бейнебаянға келіп мен мынандай нәрсені айтып ән шығарайын деп атайыншы, ертең хабарға келе алмай қалуым мүмкін. Үйде аш қалып, қиналып қалуым мүмкін. Жалпы мен қандай ән шықса да жұбайыма айтып, мына әнді мына кісіге арнаған, мынаған арнаған. Яғни сіздерде демократия. Алла қаласа. Жеңгемізге арналған ән қашан шығады? Ол ән бар. Данияр Сағымтаев деген бауырымыз орындап жүр. Аялағаным деген. Жалпы бір 2-3 ән бар. Бұл саған деп айта салдыңыз ғой. Екі әнім болмаса үйде таяқ жеп жүрермін дейсіз ғой. Ал енді бүгін орындайтын әніміз Өкпелеме деп аталады. Сөзі Рахат Абдрахманов деген ағамыз, бауырымыз, досым сол жазған. Жақсы. Өкпелеме. Адастық-ау бекер біз, айыптымыз екеуміз. Сен едің таңымдар-ай, қалдым-ау жалындамай, өкпелеп кете бардың жаным қалай. Сезімімді көрмедің, жалғыз мұңым сол менің. Тербеген тәтті лебі, қалайша бір мұң іздеп, тербеген өмірімде тапты мені. Өкпелеме, өкпелеме, өшпесінші жалының. Өкпелеме, өкпелеме, өтінерім жарығым. Тағдыр шығар кім білген, өкінумен жүрмін мен. Көгімде күнсің керім, кеудемде дүрсілдедің. Жаным сен жүрегім жүрсің менің. Өкпелеме, өкпелеме, өшпесінші жарығым. Өкпелеме, өкпелеме, өтінерім жарығым. Өкпелеме, өкпелеме, өтінерім жарығым. Асқар Жайлаубаев Өкпелеме деп ән шырқаған болатын. Иә, мына әннен кейін де өкпелемейтін шығар сізге ешкім деген ойдамыз. Ал енді Асқар мырза, басқа сазгерлерден ән алу жағы қалай? Әлде өзгелердікін айтпайсыз ба? Жалпы ән алмасу деген сияқты. Иә, жақсы ән болса айтуға әрине болады. Жалпы мен өзім атын айтпай қойын, бір-екі сазгердің әнін орындадым. Сол әнді қазір біреуін Қайрат Нұртас орындап жүр, біреуін бір әнші орындап жүр, жас әнші. Жалпы сол менің әндерімді шығаруға, әндерімді жарыққа шығаруға сол себеп болды. Жалпы ол әнді өзім еңбегіммен жазып, өзім шығардым ғой. Содан кейін менің сол айтқан бойы сол әншілерге шайнап бердім де мен әндерді.
шайнап бергенімді басқа әншілерге беріп жіберді. Содан кейін яғни бір әншіге дайындап бердіңіз, ол әнші алды Иә. да басқа біреуге сатып жіберді. иә. Сатып жіберді ма, сыйлады ма? Иә, білмейсің ғой енді. Жалпы өзім бірақ сол әнді қатты ұнайды маған. Жаңа той демекші біреу тойдың әні еді. Той бастадым ай, ой жастарым ай деп деген маған. Құтты болсын құдалар деген. Сол бір тойға керек еді, сол әнді қазір Қайрат орындап жүр. Жалпы содан кейін қазір өзім әндерімді ғана, қазір тек қана өзім әндерім ғана орындайсыз. орындаймын. Жалпы шыны керек ән бар ма деп те іздемеймін негізінде. Шәмші Қалдаяқов, Әсет Бесеуов, Нұрқисет Тілендиев, Ескендір Қасанғалиевтің әндерін ол міндетті түрде Орындайсыз. Абай Құнанбаевтың атамыздың әндері жалпы. Ал енді мынау авторлық құқық деген мәселе бар, иә? Бізде енді қазіргі кезде жақсы дамыды бұрынғыға қарағанда, иә? Өзіңіздің әндеріңізді осылай рұқсатыңызсыз айтып жүрген адамдар болды ма? Жалпы жоқ. Бірақ бәрін тіркеп қойғам. Шықпаған әндерді де тіркеп қойғам. Осы орындайды деп. Тағы бір бізді қызықтыратын мәселе, тыңдаушыны да қызықтыратын шығар. Осы авторлыққа түсетін напақа қалай? Жақсы. Күн көруге жете ме, бір адамның жалақысын деп бола ма, әлде қалай? Енді күн көруге деп айтпай ақ қойын, былай. Бір күн көруге жете. Жалпы жоқ. Орташа аламын, жақсы аламын. Нормально. Жақсы, енді бізге дәл қазір хабарласқан тыңдарманымыз бар екен, көп күттірмейік. Алло. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Алейкум ассалам, Абсаттар. Абсаттар мырза, сіз жекпе-жек радио ойынына қатысу үшін хабарластыңыз, иә? Жоқ, мен өлең айтпаймын. Өлең айтсам қап қояды ғой, мен алдымда өлең Өбейлі танысайық өзіңізбен, иә? Қайдан хабарластық? Шымкенттен. Мен Шымкенттен хабарластым. Мынау сөздерін тыңдап отырмын. Енді рахмет. Осындай өлеңдерден көбірек шығарса деген ой ғой енді бізге әйтеуір халыққа керек өлеңдерден және хаттарға мынау елге халқымызға мынандай дух беретін, рух беретін сондай жақсы өлеңдерден деген сол тілек айтайын дедім. Сол бақытты болсын, өсе берсін, жақсылық көре берсін айналайын. Өлең айт десем, өлең айтып берейін мен. Қандай өлең айтып? Жоқ, өлең айту емес. Бізде жұлдызды жекпе-жек деген айдар бар. Асқар Жайлаубаевпен жекпе-жекке шығасыз, былайша айтқанда. Онда ол өлең қандай өлең айтамын? Өлеңді біз қоямыз, сіз жай ғана табуыңыз керек. Автор кім, орындаушысы кім? Автор емес, орындаушысы мен әннің атын. Бірақ оны таба алмаймын, оны авторлар. Сіз байқап көріңіз. Жоқ. Жақсы. Енді бізде ән айтатын адам мінекей студиямызда отыр. Сіз бүгін естім ғой, ән жақсы айтады екен, болады жақсы. Жақсылап. Жас кезімізде сондай өлеңдерді өзіміз шығарып өзіміз елайды, ол кезде басқа заман еді ғой, қазір басқа болған. Бақытты болсын, өсіп өсін айналайын, жақсылық көре берсін, бәріңе де жақсылық тілеймін. Жақсы, сізге де рахмет. Жақсы сөз жарымырыс дейді, осындай жақсы тілегін айтып жатқан тыңдаушымыз көп. Ал құрметті тыңдаушы, егер де біздің жұлдызды жекпе-жекке қатысып, жеңімпаз атанып біздің сыйлығымызды ұтып аламыз десеңіздер, 75-72-75 нөміріне хабарласыңыздар. Біз ән қоямыз, сіздер орындаушысы мен әннің атын табуларыңыз керек. Астана қаласының коды 717-2. Иә, байланыс телефонымызды қайталайық. 75-72-75 қоңырау шалыңыздар. 2-1-де желіміз сіздер үшін қосылы. Ал дәл қазір бір әнге кезек берсек, иә, Асқар? Иә, бізде кавер нұсқа деген айдарымыз бар. Соған байланысты енді жаңада айтып жатырсыз, Жұбаныш Жексенұлын көп тыңдаймын, сол кісі еліктеп өстім деп. Одан басқа әншілерді мүлде тыңдамайсыз ба? Жоқ, тыңдаймын. Мысалы, Қайрат Байкенді тыңдаймын. Өте өнерін бағалаймын. Қайрат Байкенді тыңдаймын. Мейрамбек ағамызды тыңдаймын. Қыздардан Ақбота Керімбекованы тыңдаймын. Жалпы былай тыңдаймын ғой әндерді. Жалпы негізінде көбісін негізінде тыңдамауға тырысамын негізі. Өйткені кейбір шығарған кезде бір әндерге ұқсап кетеді, соған кіріп кетесің. Көбінесе негізі тыңдамауға қазір көбінесе Сами Юсуф деген әнші бар. Соны тыңдаймын. Сами Юсуф тыңдаймын. Түріктің әншісі? Иә. Арабша айтатын. Жұбаныш Жексенұлын тыңдаймын көбінесе. Жалпы Жұбаныш Жексенұлын тыңдаймын. Негізінде романс тыңдаймын мен. Романстарды жақсы көресіз. Орыстардың романс. Әндеріңіз де соған ұқсайды. Бүгін енді қандай әнге кавер нұсқа жасаймыз? Сол Жұбаныш ағамыздың, Тодорқылыш Ыстаев ағамыздың әні, сөзі Хамбибі Есенғыраева, Нұри Камал деген әнін орындап берейін. Нұри Камал, Асқар Жайлаубаевтың орындаусында жүрген, халық білет, бірге қосылып айтайық. Бәрекелді. Ал, Казбенд.
жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдарлы еді. Нұри камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Нұри камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Ойың озық, сөзің тәтті, қандай ана сені тапты, көңілімнің шарасына сыймай тасып сезім жатты. Нұри камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Нұри камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Күлімдесең ай қабағым, қалай ғана жай табамын, көктем көріп ұшқым келіп, жердемін де ойламадым. Нұри камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Нұри камал, камалым-ай, күндей ашық жанарың-ай, қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым қабағың-ай, қарағым-ай. Асқар Жайлаубаев қазақ радиосының тікелей толқынында ән салайық бағдарламасында Нұри Камал әнін орындаған болатын. Бұл Жұбаныш Жексенұлы емес, бұл Асқар Жайлаубаев. Енді осы ұқсату өзіңізге қалай? Жалпы негізінде осыдан бір 2 жыл бұрын бір жерде ән айттым мен. Бір қонаққа барғам туған күнге. Сонымен өзім дискетім, флешкамды алған жоқпын да. Сонымен Асқар ән айтшы деді. Барлық әншіде қазір Жұбаныштың әндері бар ғой. Сол барын. Жұбаныштың әні бар ма? Бар. Қарадым, үлкен кісілер екен, орташа 40-50. Сол Нұри Камал бар. Айттым Нұри Камал. Сөйтіп айтып болдым. Сөйтіп отырдым келіп. Сөйтіп даяршы келді. Сізді ана кісілер шақырып отырды. Сонымен бардым.
үлкен кісілер екен, енді көрініп тұр. Жаңа әнді сен айттың ба дейді да біреу. Иә, мен айттым дедім. Мына досым мен айттым, Жұбаныш айтты деп отыр. Мен өзі айттым, мен сені білемін, мен сені ресторан, сәтті рестораннан көп көремін мен сені дейді. Иә, мен айттым дедім. Соны қазір екеуміз бәстесіп отырмыз, қайттан айтасың ба деді. Жарайды дедім бе. Сөйтіп бір 15-20 минуттан кейін қайттан барып айттым. Содан екеуі алдымда келіп тұр ғой, микрофон жұлып алады, біреу таңдайды. Сенбей тұр өзі. Сенбей тұр. Сонымен ақыры сеніп, сонымен мен айттым да отырдым. Даяршы келді, ана кісі сені шақырып отыр сыртта. Сол бардым, барсам, Асқар бауырым, рахмет, мен ұттым бәсесуден. Осы бәсесудің несін саған беріп кетейін деп, маған беріп кеткен сол кезде. Сонда таңғалғам сонда. Содан кейін мен қазір жалпы негізінде Жұбаныштың әндерін айтпауға тырысам. Сұраған кезде, арқалықтың ақтаңы, осы Нури Камал, Дударай, өкінбес әндерін сұрайды. Айтшы да бір ағаларымыз. Сондай кез айтам, былай Жұбаныштың әндерін айтпаймын. Бұндай бәстесу халық арасында көп болатын секілді. Асқар, дәл қазір бізде жазылушымыз ең бірінші рет әніңізді тыңдағанда Жұбаныш ағайдың даусына қатты ұқсайды екен деп ойлап едім. Сөйтсем, сіз сол кісіден ақыл кеңес алып жүрген екенсіз ғой, даусыңыз өте керемет, жарайсыз, шығармашылық табыс тілеймін деген екен. Иә, енді өз шығармашылығыңызға келетін болсақ, жалпы болса ән жазған кезде бірінші сөз жазыла ма, әлде ән ба? Қалай оңай өзіңіз? Маған негізінде бірінші ән жазған. Оң солы бәрі бір ме? Жоқ, ән жазған оңай сияқты. Жақында ғана Бауыржан Исаев Сағының ба деген әнді орындап шықты. Сол әндің маған сөз ұнатты, Қалқаман сарайының сөзін жазылған. Сол сөз ұнаған екен, соған жазып көрдім. Маған негізінде сөзге жазған қиындау. Ал әнде, негізі әнде жазсаң, әнге барып ақындармен келісіп жазсаң, буындары да әдемі келеді, қалай созғың келеді, сол әдемі негізі. Ал неге былай, неге қиындау сөзге? Сөзге жазу. Сосын Құлазу деген бір әні бар, Қалқаман сарайының сөзі бар. Соған жазым. Қазір Ердос Қанаев бауырымыз орындап жүр, жігіттер тобында. Жалпы ол кезде де қатты қиналдым кәдімгідей. Келмейді бұлына. Әндер қанша тұрады? Жалпы негізі сатқан емеспін мен әндерді. Яғни сыйлайсыз. Сыйлайсыз, және ол адамдар да сізге сыйлық жасайды. Жалпы солай. Бәрекелді, әрдайым осылай. Шығармашылық алмасу болсын, және де осындай тамаша әндермен қуантып жүре беріңіз. Ал қазір орындалатын ән бізде Сенбедің неге деп аталады. Бұл ән Қалқаман сарайының? Жоқ, Рахат Абдрахманов. Рахат Абдрахмановтың сөзіне жазылған, яғни сөзге қарап отырып жазылған ән. Жоқ, бұл өзім әнім, бұл өзім бірінші ән шығарып барып сөзін жаздық. Ән шыққан кезде Сенбедің неге деп тақырып шықты, иә, бірден. Кімге арналды? Енді жалпы бір кісіге арналды деп айта салайын, былай. Жалпы енді кезінде шыққан әндер ғой енді. Бұны айтсам қиналып қаламын. Нұрсұлтан Батырқұлов деген бауырымыз бар, Азия тобында. Сол кісі орындайды. Жалпы негізі осы әнге бейнебаян түсіремін деп ойлағам. Сонымен Нұрсұлтанға тастап кеткенмін, аранжировканы жазып кетуге. Бір аптадан кейін дайындалып келсем, Нұрсұлтан сөз жазып, жоқ, дауысын жазып, уже сайттарға таратып, бір-екі түсірілімге түсіп, сөйтіп қойыпты. Ренжімеңіз деп. Бауырым, брат, ренжімеш дейді маған. Асеке ренжімеш деп. Сол бауырым кетті осы ән. Ал дәл қазір Асқардың орындауындағы Сенбедің неге әнін тыңдайтын боламыз. Жүрмін сені күн дойлап, жүрегімде әл үнің, жанарыма мұң байлап, кеткеніңне жарығым. Бір ғажап бар тұлғаңда, көздеріңді күндермен, сені көрмей тұрғанда, қалай өмір сүргенмен. Жаным ау жаным, сенбедің неге?
сезімді жалын сезбедің неге бір елес сағым сендегін неге жаным ау жаным сенбедің неге қылығың мен назыңнан көрдім өмір тылсымын мөп-мөлдір боп жазылған жанарыңда тұр сенің сезіміме сен дүртен үмітімді жалғаған ең әдемі ең көркем ең аяулы арманым жаным ау жаным сенбедің неге сезімді жалын сезбедің неге бір елес сағым сендегі неге жаным ау жаным сенбедің неге жаным ау жаным сендебін неге сезімді жалын сезбедің неге бір елес сағым сендегі неге жаным ау жаным сенбедің неге жаным ау жаным сенбедің неге Ал біз құрметті тыңдарман сіздермен қоштасамыз. Бүгін біздің студиямызда болған Асқар Жайлаубаев және де Казбенд тобы. Ал сіздер біздің толқынымыздан алыстамаңыздар. Бірер минуттардан кейін 136 сұрақ бағдарламасын тыңдай аласыздар. Ал біз Әйгерім екеуміз өздеріңізбен 23:00-де Ақсүйек бағдарламасында қайта тілдесеміз. Қазақ радиосы әр шаңырақта қосылы болсын, ең бастысы көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Бұл Қазақ радиосы Ақсүйек бағдарламасын тыңдауды ұмытпаңыздар. Қазақ радиосында жанды дауыста жұлдызбен бірге ән салайық.